Бағдатта жалайырлар билік құрғанын білдіңіз бе? Иә, жалайырлар тек шежіреде ғана емес, тарих сахнасында да хандық құрған. Жалайырлар Еуразияны дүбірлеткен ежелгі түркі-моңғол тайпасы. Шыңғыс ханның ең сенімді серігі Мұқали Ноян осы жалайырлардан шыққан. Ол Қытайдың солтүстігін бағындырып, Шыңғыс хан атынан билік жүргізді. Жалпы, Моңғол империясының 9 түменінің бірін жалайырлар басқарған деседі. 14 ғасырда Илхан мемлекеті құлаған соң, орнына бірнеше хандықтар пайда болды. Солардың бірі Жалайырлар хандығы. 1336 жылы Хасан Бузург Бағдатта хан атанып, Жалайыр әулетінің негізін қалады. Оның ұлы Уайс хан кезінде бұл мемлекет Иран, Ирак, Әзербайжанға дейін билік жүргізді. Олар өнер мен ғылымды дамытты. Жалайырлар тұсында Иракта түркі тілі араб тілінен кейінгі екінші дәрежелі тілге айналды. Бағдат пен Тебризде жалайырлық миниатюра мектебі қалыптасты. Бұл нағыз мәдени өрлеу кезеңі болды. Алайда 15 ғасырда сыртқы шапқыншылықтар, әсіресе Әмір Темірдің шапқыншылықтары хандықты әсер етті. Ақыр соңында қара қойынлылар Жалайыр хандығын тарих сахнасынан жойып жіберді. Бірақ олардың ізі өнерде, шежіреде, қазақтың қанында қалды. Бүгінгі қазақ құрамындағы Жалайыр руы сол ұлы тарихтың мұрагері.